Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен ашытқысыз, өте оңай, қарапайым, тез дайын болатын шелпек дайындайтын боламыз. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға 200 мл сүтімізді құйып, 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. 2 ас қасық құм шекерімізді салып, жарты шай қасық тұз саламыз. Аздап ас содасын қосамыз. Жақсылап араластырып, ұн сала отырып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз жұмсақ қолға жабыспайды. Енді 5-10 минутқа пакетке салып қалдыратын боламыз. 5-10 минуттан кейін осындай бөлекке бөліп аламыз. Осы қолымызбен осындай домалақ формаға келтіріп, тағы да 5-10 минутқа қалдыратын боламыз. Бетін жауып. Табамызға майымызды құйып, газымызға қойып, майымызды қыздырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай жайып шығамыз. Жұқа қылып жібермейміз. Вилканың көмегімен тесіп аламыз. Жайып болғаннан кейін қызып тұрған майымызға салып, екі шетін аударып пісіретін боламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Асығып тұрған кезде дайындағанға өте жақсы әрі тез дайын болатын шелпектің түрі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді шығады, әрі жұқа, әрі жұмсақ. Егер рецептерім ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Видеомды соңына дейін қолдағандарыңызға рахмет. Көріп тұрғандарыңыздай, шелпегіміз қып-қызыл әрі жұмсақ болып пісті. Менде 11-12 штук шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рахмет баршаңызға.